Баршаңызға сәлем. Сіздерді каналымда көруге өте қуаныштымын. Бүгін мен кешкі шайға осындай кереметте десерт дайындадым. Атауы шекерпары. Бұл түріктің десерті. Сырт көзге пирожкиге ұқсап тұрған шығар, немесе булочкаға, немесе печеньеға да ұқсауы мүмкін. Бірақ бұл нағыз осы қантпен қосылған сироптан дайындалатын, түрікше шербет деп айтады. Осы шербет қосылып дайындалатын, іші жаңағы сулы келген сондай жұп-жұмсақ, бұл нағыз шаймен ішетін тәп-тәтті десерт. Міндетті түрде видеоның соңында жеп көрсетемін, ортасы қандай, жалпы қандай консистенцияда. Сонымен бастаймыз. Алдымен қант сиропын дайындап бастадым. Ол үшін 2 стақан қанттың үстіне 2,5 стақан су құйдым. Және де оттың дәрежесін максимумға ашып, қайнатып бастаймын. Және де бір кішкентай ғана тілім лимонды осылайша сығып, ішіне салып жібердім. Және де қасықпен араластырып, қазір қайнататын боламыз. Ол үшін үстіне қақпағын жауып, алдымен қайнағанын күтемін. Біздің сироп қайнап бастаған кезде оттың дәрежесін азайтып, қақпағын ашып, тағы да бір 10 минут уақыт қайнаттым. Содан соң сироптың суығанын күтетін боламыз. Сироп суып жатқан кезде қамырын дайындаймын. Қамырына бізге 2 жұмыртқа қажет. Ол 2 жұмыртқаның біреуінің сарысын бөлек алып қойдым. Ол үстіне жағу үшін қажет болады. 2 стақан ұн, 3 толы ас қасық манная крупа, жарты стақан қант пудрасы, сахарная пудра, және де ванилин, 1 ас қасық қопсытқыш, 1 стаканға жетер-жетпес жаңғақтар, және де 125 грамм маргаринді ертіп алдым. 125 грамм ол шамамен 2,5 ас қасық маргарин. Сонымен осындай ыдысқа барлығын салып, қазір араластыратын боламын кезек-кезекпен. Қамырды араластырып болған соң, егер қолға қатты жабысып жатса, ол кезде тағы да кішкене ғана қасықпен ұн салсаңыздар болады. Жалпы қамыр жұмсақ болып шығады. Қолға сәл ғана жабысса ештеңе етпейді, бірақ қатты жабыспауы қажет. Сонымен шекерпарымызды дайындап бастаймыз. Ол үшін қамырымызды аламыз. Шамамен үлкендігі грек жаңғағындай үлкендіктегі қамырды алдым. Осылайша қолмен илеп тұрып, басып тұрып, осындай формаға келтірдім. Келтірген осы формамыз көріп тұрғандарыңыздай жалпақ, және де ұзындығы осы кішкентай саусақтың ұзындығындай болса, әдемі көрінетін болады. Ендігі кезекте осы шекерпараның үстіне жұмыртқаның сарысын жағып шығатын боламыз. Видеоның басында көрсеткенімде 2 жұмыртқа болды. Оның 1 жұмыртқаның сарысын бөлек алып қойған болатынмын. Сол сарысымен жақсылап осы шекерпараның үстіне жағып шығамыз. Содан соң шанышқымызды алып, әр шекерпараның үстінен осылайша сызықтар жасап шығамыз. Шанышқыны қатты баспаймыз, сәл ғана басып тұрып, осылайша әдемі ұзын сызықтар шығатын болады, піскен кезде әдемі көрінетін болады. Ендігі кезекте осы
фындықты үстіне орналастырып шығам. Жалпы фындық болмаса кез келген жаңғақ түрін қолдансаңыз болады, бірақ фындықпен ерекше дәмді болып шығады. Егер де көп фындығыңыз жоқ болса, фындықты мен секілді 3 жерден емес, бір-ақ жерден ортасынан мысалға кіргізіп қойсаңыз болады. Ең маңыздысы фындықтарды өте жақсылап кіргізіңіздер, сол кезде піскен кезде шығып кетпейтін болады. Шекер парамыз 180 дәрежеге дейін қызып тұрған пеште шамамен 20 минут уақыт пісетін болады. Қарап тұрасыздар, үстіңгі жақ қызару қажет. Мінекей 20 минуттың ішінде менің шекер паралерім осылай пісіп шықты, әп-әдемі болып. Көлемі үлкейді, өйткені ішінде қопсытқыш бар. Мінекей осындай болып шықты. Енді шекер парамыз кішкене суығанын күтеміз. Өйткені ыстық күйінде үстіне сироп құятын болсақ, іші қамыр болып жақсы болып шықпайды. Сол үшін қан жылым болып тұрған кезде құю қажет. Яғни суығаннан кейін үстінен осы қан сиропымызды әрбір шекер параның үстінен құйып отырып, толығымен барлық қан сиропын құятын боламыз. Сізге көп болып көрінуі мүмкін. Сироп дегенмен де шекер парамыз, одан кейін кем дегенде 2 сағат уақыт осы сироптың ішінде тұрады. Сол кезде өзіне қамыры осы сіңдіріп алатын болады. Осы сиропты арада осылайша төңкеріп тұрсаңыз, 1 сағаттан кейін шамамен сол кезде сироп 2 жаққа да жақсы сіңетін болады. Айтып өткенде кем дегенде 2 сағат уақыт сироптың ішінде тұруы қажет. Шекер пара сол кезде, міне көріп отырғандарыңыздай, өзіне жақсы сіңдіріп алатын болады. Әп-әдемі болып тұр. Мінекей осындай. Қазір дәмін татып көреміз. Міне. Шеттен бастайын. Мына ортасы, мына сыртқы жағы кішкене қаттылау болып көрінуі мүмкін, бірақ ортасы жұп-жұмсақ. Дәмі ерекше. Мына шербет сіңіп, ортасы андай влажный дейді ғой, сулы болып тұр ортасы. Міне көрініп тұрған шығар, қамыры жұмсақ болғандығы. Камераға көрсетіп жатырмын. Мінекей. Қамыры жұп-жұмсақ. Фундук болмаса да, миндаль болса, үйде кешью болса, немесе кәдімгі арахис болса да, сонымен де пісірсеңіз болады, үстіне қойып. Міне соңғы бір бөлігін жеймін, мына екеуін сосын шаймен ішермін. Сонымен менің видеом соңына келіп жетті. Егер ұнаған болса, лайктарыңызды аямай қоя кетіңіздер. Және де каналыма тіркеліп қойды да ұмытпаңыздар. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, астыңғы жағына комментарийге жазып кетіңіздер. Мен міндетті түрде барлығына да жауап беруге тырысамын. Және де келесі кездескенше сау болыңыздар.